Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Көптің сұранысы бойынша замлерге қалай апарамыз, наколонойды қалай шығарамыз, қай жерде, Алматы қаласында бар ма деп сұрақ қояды. Сол сұрақтарға бүгін жауап беретін боламыз. Міне бүгін замлерге мына бізде заказ, мына жерде 17 заказ тұр. 17 заказ міне кішкентай насостар, біз стричпен орадық. Негізі кардонмен орасаңыздар болады, или осындай стричпен орасаңыздар болады. Осымен үлкен коробка, мына самокаттар, оларны коробкамен орадық, стричпен ораған ыңғайсыз. Сол үшін коробкамен. Мынандай кішкентай заттарды Каспий магазин өзі осындай пакет береді. Соған кішкентай заттарды ішіне салып, накладнойын мына жеріне жапсырасыздар. Енді бұны ары қарай қай жерге апарамыз, соны көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, кеттік. Достар, міне заттарды біз машинаға салдық. Енді қазір біз замлерге апаратын боламыз. Оны қалай апарамыз? Қазір міне соткаға, сотканы. Мына соткаға жазамыз. Тугиске жазасыздар. Мына жақта міне тугиске көрініп тұр да. Тугиске жазасыздар, мына жақта замлер деп. Замлер. Алматы қаласы бойынша міне замлер, Қазақстан логистика. Міне сізге өзі жақын жерді таңдап береді. Міне бізге микрорайон Атырау 159 дроп 8 көрдіңіз. Сағат 8-ге дейін істейді. Мына жақтан бассаңыздар, мына жақта номері бар, звондасаңыз болады. Кейбірде 7-ге дейін істейді. Осыны басасыздар да міне. Кеттік дейміз. Болды, енді барамыз. Міне 8 минутта барады екенбіз, Алла қаласа. Олай болса кеттік достар. Міне достар, біз Рысқұловамен айналдық. Міне мына жақта мына Рысқұлова. Былай Құлжинский трассаға кетіп баратқанда жолда оңға қарай бұрыласыз. Міне оңға бұрылдық біз. Біз қазір міне замлерге кіріп барадық. Міне қараңыздар. Алдым. Так, міне замлерге барадық қазір. Мына алдымызда пост тұрады. Ол пост сізді міндетті түрде өткізіп жібереді замлер десеңіз. Плавно поверните налево. Өте ондай қатты қиын деп айтпайсың. 2 кейспен келсеңіз міне. Мына жақ оңға, мына жақ түске замлер. Замлер. Замлер ғой, замлер. Охраналар сұрайды, замлер дейсіз. Тез өткізіп жібереді. Мына жақта үлкен складтар, басқа да. Міне мынандай үлкен складтар мына жақта, жан-жағы фура бәрі. Замлер міне тіке жүргенде сол жағыңызда болады. Мына жақта негізі басқа бүгін жексенбі күні болғасын, кішкене демалыс, басқа компаниялар демалып жатырды. Мына жақ бәрі полный болады негізі басқа күні. Міне бірінші емес, екінші замлер деп жалып тұрады. Фуралары тұр міне. Біз қазір товарды осы жаққа әкелеміз міне. Газ осы жаққа түсіреміз. Міне достар, осылай замлерге әкеп, мына жаққа ұрғызасыздар. Әрбір накладнойды штрих-кодын өту керек, әр накладной. Қазір. Әсел пешші. Мына жағын қанша болды? 17 болу керек онда, біреу тағы. Наушы? Наушы. Bir naklanıyorum, anlamayın. Мына жаққа келіп накладной аласыздар, жаңа өткізген товарды қолыңыз қоясыз ғой штрих-код. Все, рахмет, брат. Міне достар, біз товарды тапсырдық, накладной алдық. Міне қандай товар тапсырғанымызды. Осы товарды сіздер көріп отыра аласыздар, қай жерде кетіп баратқан немен. Каспийдің өзінің ішіндегі переданы курьер деген. Мына қағаз міндетті түрде албаңыздар, керек болады.
заказыңыз жоғалып кетсе, бір нәрсе болса, осы парақты көрсетесіздер. Міне замблерге өткіздік. Сіздер де осылай істей аласыздар. Сіздер де осылай Каспий магазинмен сауда жасап, алға қарай жұмыс жасай аласыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жаза кетіңіздер. Міндетті түрде келесі видеоны өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеода кездескенше.